Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Қош көрдік барлықтарыңызды. Мүмкіндік болса, жайғасып, топталып, осы сахна төріне қарай құлақ қойып, тыңдауларыңызды өтінемін. Қазір біздің тұрған жеріміз, өздеріңіз көріп тұрғандай, Сәдір Шейх кесенесінің маңы, Қожакент ауылының территориясы. Бұлар күншығыс жақ беткейінде, сіздердің оң жақтарыңызда Қойлақа ата атты, Қойлақа ата бабамызға арналған көл бар. Ол көлге Сырдария өзенінен су құятындығын білесіздер. Сырдария өзені де осы жерден 3-4 шақырым қашықтықта жатқандығын біліңіздер. Енді қазіргі уақыт күз айы, алтын күз деп айтады қазақта. Ырысқы несібенің Алла мол беретін кезеңі, молшылықтың айы. Осы айда әрине қазақ елінде, Қазақстанда жиын теріннің бітіп, берекелі айдың болып жатқандығының үстінде тұрсыздар. Сондықтан Алла күн тамаша уақытын сыйлап тұр бізге. Шу уақытты күн, сондықтан жұмысымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Әрине қай бір іс болмасын, діннің бағытындағы істердің барлықтары да аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен басталатындығын білесіздер. Аллаға мадақ болсын, Алланың игілігіменен сәлемі болсын ағайын. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға салауаттар болсын. Олай болатын болса, біз жиынды, дін бағытындағы жиынымызды Алланың кәләмі Құран оқудан бастайық. Құран оқудың мүмкіндігін ауданның бас имамы Әбдіхалық бауырымызға берейік. Мұқият тыңдайық. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقاذ ظهرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي والوالدي والأستاذية جميع پیغمبر صلى الله عليه وسلم تلاوة قرآن صلوات إيمان وخشنود خالق الرحمن وخلمش Kur'an'ın savabın öşürde jatkan kalimayı Müslümanlardan ruhu şerifine hususan Sadır Şayık babamızın ruhu şerifine Koylakı babamızın ruhu şerifine Allah'da rahmet, peygamber şefaat eylep jatkan yerlerin jaylığını cennetin nasip eylep kabirlerin Kur'an nuruyla nurlandırıp daim rahmet, mağfiret eylesin. Allahu Ekber. Алғашқы осы жиынды ашып беру мүмкіндігін біз аудан әкіміне белгілеген болатындығымыз, бірақ аудан әкімі облыстағы жиынның барлығына байланысты кешірім өтініп, сіздерде мынандай алғыс хатты беріп отыр, соны оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті қордың төрағасы Мәулана Сәбиадин қоғамдық қайырымдылық қорының төрағасы Молдахмет Ибрагимұлы, туған өлкенің руханиятына, мәдени құндылықтардың дәріптелуіне ерекше үлес қосып жүрсіз. Ауданның мәдени рухани дамуына серпін беріп, қоғамда ізгілік пен бірлікті нығайтуға қосқан үлесіңіз, тарихи және киелі орындарды жаңғырту бағытындағы еңбегіңіз бен қайырымды бастамаларыңыз айрықша құрметке лайық. Болашақ ұрпаққа аманат болары құнды іс. Сіз осы бағыттағы қажырлы еңбегіңізбен туған жердің өткенімен бүгінін сабақтастырып, өскелең ұрпаққа өнегелі үлгі көрсетіп келе жатқаны үшін шынайы алғысымды білдіремін.
сіздің және қоғамдық қор мүшелерінің бастамасымен өткелі отырған ғылыми танымдық конференция жұмысына сәттілік тілеймін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге мол табыс тілеймін. Құрметпен Жаңақорған ауданының әкімі Мәжит Самитов. Келесі құттықтау сөзді ол кісіде бүгін келуге тиісті болатын тұғын, бірақ қарттығына байланысты жасы 85-ке келген елдің абыз ақсақалы Мұрат Жұрынов көкеміздің қазір сіздерге біз құттықтау есім береміз. Қазір 1 минут. Мемлекет және қоғам қайраткері, қазақ елінің бас ғалымы, көрнекті ғалым, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, халықаралық бірнеше мемлекеттердің академигі, парасат және барыс ордендерінің толық иегері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, химия ғылымдарының докторы, 600-ден астам ғылыми еңбектің және 100-ден астам өнертабыстың иесі, қазақ елінің абыз да аңыз ақсақалы Мұрат Жұрынұлы Жұрыновтың құттықтау сөзін тыңдаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті отандастар, құрметті қалайық, ағайын туыстар мен достар, сіздердің бүгінгі бас қосқан жиындарыңыз қазақ халқының бірінші ата заңы болып есептелетін 7 жарғыға қазақтың 3 жүзімен бірге, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүзбен бірге ресми түрде енген барлық 17 рулы қожалар үшін, жалпы қазақ елі үшін маңызы зор тарихи іс-шара болып саналары сөзсіз. Сондықтан осы бабаларымыз Сәдір Шайх пен Қойлақы атаға, яғни түркі халықтарының пірі болып саналатын Әзірет Сұлтан Құл Қожа Ахмет Яссауидің немере інісіне арналған ұлылар салған жолдардан бабалар ізін іздеген атты ғылыми танымдық конференция мен Құран бағыштап ас беру рәсіміне қатысып, бабалар рухына тағзым ету бәрімізге парыз. Бірінші кезекте осы конференцияны ұйымдастырған ағайын туыс достарға бас иіп алғыс айтқым келеді. Сіздерге және барлық қатысушыларға шексіз ризашылық білдіріп, баршаңызға мол бақыт, зор денсаулық, сарқылмас игі жақсылықтар мен үлкен табыстар тілеймін. Бас имамға сын айтуға болмайды, бірақ әкімдер кешіге деп, мен соңғы 3-4 кездесулерде имамдар да кешіге бастайтын болды. Бірақ енді бүгінгі жоспарда ол ертерек басталғаннан кейін солай болдақтан шығар. Естеріне салғым келеді. Ал енді мен сөзімді бастамай тұрып, осыдан 35 жыл бұрын осы өңірге келдік. Қызмет атқардық. Енді бұрында да естуім бар ғой. Өйткені бабаларымыз осы жерде жатыр. Жалпы бұл өңірдің халқының өткендерді құрметтеп, сыйлап, рухын тербетіп, солардың жайғасқан жерлерін үлкен мән беріп, тазалап, жаңартып, сондай қадірлі қасиеттерін байқап жүретінмін, байқағанмын. Одан кейін де араласқан уақыттарда содан бері де үлкендерді сыйлай білетін, қадірлей білетін, тыңдай білетін, алдынан кесе өтпейтін, бір шаруаны айтса соған барлығы үлкен кішісі жұмыла көтеріліп, өзінің шаруасын тастап, қон десе қонып, жат десе жатып, соның барлығын атқарып шыққанша тыным таппайды. Сондай бір қадірлі қасиеті бұл көп аудандарда кездесе бермейді. Өйткені мен 4-5 ауданда жұмыс істедік, барлық елді мекендерден біразын арыладық. Сондықтан осындай бір қадірлі қасиеттеріңе мен үлкен ризашылық білдіргім келеді. Рахмет ағайын. Ал енді менің сөзімде кейбір мағлұматтарда
шежірелерге сәйкес келмейтін жерлерде болуы мүмкін. Сондықтан оны түсіністікпен қабылдайсыздар. Мен енді мына сөзімді сіздерге ардақты ағайын, қадірменді қауым, құрметті жамағат, бүгін біз қасиетті Жаңақорған топырағында ислам ілімінің нұрын қазақ даласына сарасқан қос ғұлама Садыр Шейх пен Қойлақы бабамыздың рухына тағзым етуге жиналып отырмыз. Бұл бабалар аманатына құрмет, ұлт руханиятына тағзым, қарапайым ас емес, жүректен шыққан ризашылық, ұлттың жадына оралған қасиетті рәсім. Садыр Шейх ислам шырағын жаққан тұлға 11 ғасырдың екінші жартысында Сайранда өмір сүрген Ибрахим бабамыздың екі ұлы болғаны тарихтан белгілі. Үлкені Садыр Шейх, кішісі Қожа Ахмет Яссауи. Садыр Шейх дін ілімін терең меңгеріп, ел ішіне имандылық еткен әулие. Ол көріпкелдігімен, емшілік қасиетімен, ал ең бастысы адамды Алла жолына жұмсай білген даналығымен танылған. Аңызда айтылады, Садыр Шейх жүрген жерде жер шөбі көгеріп, суы мөлдіріп ағатын болған. Кімде-кім оған сәлем берсе, соның жүзінен нұр кетпейтін еді деп. Осындай қасиет иесі болған тұлға тек өз әулетінің емес, күллі түркі жұртының рухани ұстазы. Екінші Қойлақы баба рухани сабақтастықтың алтын көпірі. Садыр Шейхтің немере інісі, данышпан ғалым Мәулана Сафиаддин Орын Қойлақы ата исламды қазақ даласында терең орнықтырған тұлға. Ол 12-13 ғасырларда өмір сүріп, Бұхара мен Ташкент медреселерінде білім алып, кейін Сыр бойындағы Аққұрған мен Өзгент аймағында ілімін таратқан. Тарихшылар жазған Қойлақы ата елді ғана емес, рухты сауықтырған ұстаз еді. Оның дәрістерінде тек Құран оқылмайтын, жүрек тазалығы мен сабыр жайлы ғибрат айтылатын. Киелі аңыздар мен кереметтерге қарасақ, Қойлақы бабаға қатысты халық аузында ерекше хикаялар сақталған. Бір күні сыр бойы елін қуанышылық жайлаған екен, жер кеуіп, егін шықпай, халық қиналғанда Қойлақы ата асасын жерге қадап, «Эй Раббым, халқым мейіріміңді төк, халқыма мейіріміңді төк» деп дұға еткен. Сол сәтте жерден мөлдір бұлақ атылап шыққан көрінеді. Сол бұлақтың маңында кейін Қойлақы көлі пайда болған дейді. Міне бабалар кереметі, халық сенімін нығайтқан рухани қуат. Тағы бір аңызда айтылады, Қойлақы баба қайда қонса, сол жерден жусан мен бәйшешек өсіп шығатын болған. Сол себепті ел ішінде бабаның ізі қалған жер, береке біткен жер деген сөз қалған екен. Төртінші, насабнама ұлт жадының шежіресі. Қойлақы баба тек әулие ғана емес, ғалым еді. Ол әйгілі насабнама атты шежірелік еңбекті түркі тіліне аударып толықтырған екен. Бұл еңбек тек Яссауи әулетінің тарихи емес, түркі халықтарының рухани тізбегі. Сондықтан да Қойлақы ата біздің рухани кодымызды сақтаған алғашқы мәдени архивші десек артық емес. Дін мен дәстүрдің тоғысы. Қазақ халқының дәстүрі мен ислам ілімі бір-бірінен ажырамаған. Біздегі ассалаумағалейкум деп амандасу, бісміллә деп іс бастау бәрі исламнан сіңген. Бірақ бұл да бізге сырттан танылған жоқ. Ол біздің болмысымызбен үйлесіп келеді. Сондықтан да қазақ халқының адамгершілік, қайырымдылық, қонақжайлылық сияқты қасиеттердің түп тамыры осы ислам ілімінде. Садыр Шейх пен Қойлақы бабалар осы ұғымды жүрегімен түсініп, қарапайым халыққа сөзбен емес, ісімен жеткізді. Бүгінгі
сабақ және рухани жасампаздық. Бүгін біз сол бабалар рухына тағзым ете отырып, бір ұлы ақиқатты еске алуымыз керек. Рухани тазармаған халықтың болашағы болмайды. Біздің ұрпағымыздың бойында исламның ізгі қасиеттері, сабыр, рахым, әділдік, білімге ұмтылыс қайта жаңғыру тиіс. Сәдір Шайх пенен Қойлақы бабамыздың өмір жолы осының айғағы. Біз олардың аманатын жалғастырушы ұрпақпыз. Бабалар ілімінің шырағы сөнбесін. Олардың өнегесі біздің жүрегіміздің нұры, болашағымыздың темір қазығы болсын. Құрметті жамағат, бүгінгі басқосу тарихқа тағзым, ұрыққа құрмет, болашаққа бағыт. Сәдір Шайх пенен Қойлақы бабаларымыздың ұрықтары разы болсын. Еліміздің амандығына, халқымыздың тыныштығына, ұрпағымыздың иманды болуына бір Алла қолдаушы болсын. Ниетіміз қабыл, қадамымыз құтты болсын. Алла баршамызға мейірім жаудырсын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Қадірлі қалайық, бүгін Жаңақорғанның киелі жерінде сіздерменен екі ұлы бабаның рухына бас етін шараға қатысқанымды өзім үлкен мақтанышпен айтуға тура келеді. Қазақ халқы Октябрь революциясы орнайын дегенше, ол несі жатырамыз? Ұру мен ауыл мен бірге көшіп өмір сүрген. Енді қазақ білім алып, 70 совет дәуір болғаннан кейін елдер бірлігінен араласты. Соған сәйкес тағдыр жазып, осы ауданға 5 жылға жоқ әкім болғанын біле мақтан тұтады. Неге? Жаңақорған бұл мұсылмандықтың исан қып тұрған әрбір перзентінің жүрісі, тұрысы, адамгершілігі, осының бәрі бабалардың, біздер 10-шы ғасырдан бастап мұсылман діні келді деп айтылып жүр. Сол мұсылмандықтың дінін сепкен киелі жер екенін біз барлық кезде есімізден шығарған жоқпыз. Шынында да жаңа айтылғандай, Ибрагим Сырадожиннің айтқанындай, Жаңақорғанға осы елден, қазір енді арабтардан шықты деп жүрміз ғой мұсылман діні. Бірақ сол мұсылман дінінің де бірнеше ағымы болған. Сол ағымдардың ішінде ең түркітілдес халықтарға қажетін таңдап, суфизмнің негізін қалаған Қожа Ахмет Яссауиге барған адам екінші рет Меккеге барды деп айтып жүрген. Сол осы арада өмір сүрген түркітілдес халықтарға мұсылман дінінің ең керек дәнін сепкен жер бұл. Сондықтан біз қазір айтылып жүр, оқып жүрміз. Діннің өзін елдің жүрегіне дұрыс сіңірмесек, оның аяғы қиын жағдайға тудырады. Сондықтан сол қазір Мұхаммед Қанафия мазһабыменен өмір сүріп жатырмыз ғой түркітілдес халықтар. Сол ең нағыз керек, адамзат үшін керек, жұмырбастық пенде үшін керек, нағыз дін. Соны насихаттаған бабалардың ұрпақтарын қастерлеп, қадірлеп жатырмыз. Енді басқаны былай қойған кезде тектілік деген өзі тұқым қуат деп айтылады. Ал дәл осы арада қазақ деген халықтың маңдайына біткен бір туар перзент, совет дәуірімен есептегенде қазіргі президенттік дәрежеге көтерілген Исекеңнің осы арада жатуы, Сәдір Шайх бабасының жанында жатуының өзі үлкен елдарлық пен үйлесімді деп білуіміз керек. Исекең сол науқас болған кезде осы ауданда мен әкім болдым. Осында келген кезде ғасырлар 9-сында келдім. Алла тағала қалай есімізге салғанын білмеймін. Осы өңірден шыққан ең мықты деген перзенттеріне ғасыр адамы 100 жылда бір туатын адамдар деп есептеп, біз 14 адамға ғасыр адамы атағын бердік. Соның бірегейі марқұм Исекең тұғын. Неге олай? Осы алақандай ауданнан басқаны былай қойған кезде, қазір Қызылорда облысын басқарып тұрған бірінші дәрежедегі 4 адам келген осында. Соның басын Исекең, одан кейін менің ұстазым Шоқаманов, одан кейін Бердібек Сапарбаев, қазір Нұрлыбек Мәшбекұлы Нәлібаев.
басқарып жатыр. Бұл бекерден бекер нәрсе емес. Қызылорда облысында 8 аудан бар. 8 ауданның әрқайсысынан облыс басқарған 4 адам шыққанда жоқ, шығуы да қиын шығар. Міне сондықтан сол Исекеңе ғасыр адамы, 20 ғасыр адам атағын беруге барғанымызда науқастанып жүрген. Мына Ибекең екеумізге айтқан, ағаларым науқастанып жүр, олай-бұлай бола қалса, мен бабамның басына барып жатам. Соны суретке түсіріп, бабамның аяқ жағына қазық қалып беріңдер деп айтқан. Сөйтіп Исекеңді осында келдік. Мен енді арман кетпей, қазіргі тарихты ұрпақтар білсін деп жатырмын. Міне сол Исекеңді жерлеу кезде халықтың ол кісі деген махаббаты, халықтың бір кісілері болуы менің көз алдымда. Осында әсет қатысып отқан шығар. Көктемде мынау жоңышқа Шемоборовта көрпе көріп көк көңгек болған кезде ол кісіні жерлеуге тура келді. Осында келіп ақылдасып қайтамыз деп. Сонда әсет бастаған азаматтар айтты. Неке, сізге айтуға біз қысылып тұр едік. Мынау коллектордан айналып келем дегенше Әлембай жеңіл машина келеді. Исекеңнің басына бару мүмкін емес. Сондықтан мына коллекторды бөгейік. Сөйтіп, соның үстінен тегістеп келген машиналардың бәрі содан өтіп. Ал ол, қазір кеткесін айтуға болады шығар, ол қылмыс ол. Оны жасаған адам түрмеге отыру керек. Бірақ міне бабалар рухы, Исекеңнің рухы бізді қолдап, соғын әкеліміне жерлеп, бірақ жоңышқа Шемоборовтың үстіне үй тігіп, Исекеңмен соңғы рет қостаттық. Қалай Исекеңнің жамбасы жерге тиді, соңын осында жүрген мына менің орынбасарым отыр, Серқожа, бәрі түгел жұмылып, анау коллекторды бөгеген жерді қайттан ашып, қайттан орнына келтіріп қойды. Ал бұның бәрі ұрпақтар сабақтастығы деп айтуға толық негіз болатын нәрсе. Уақыттарыңызды алмай, менің айтайын дегенім, Жаңақорғанның халқы үлкен жұмыс жасап жатыр екен. Бірлік, сол елдің бір мүддеге қарай жұмылуы тағы бір дәлелденді. Мынау бір жылдың өзінде көрдіңіз бе, екі үлкен кешене салып, Садыр Шайықпенен Ойлақы бабамызға. Осынша жерді тегістеп, мынандай шара өткізудің өзі тек қана жүрегінде мұсылмандық ұялаған, жүрегінде инабаттылық ұялаған, жүрегі шын адал, Аллаға берілген адамдардың ғана қолынан келетін нәрсе. Сондықтан баршаларыңызға осы шараны жасаған үлкен рахмет айтқым келеді. Мына осы ара әрбір тек қана Жаңақорғандық емес, ойында Алла бар, мұсылмандық бар адамның тәуекелдің жеріне айналады. Жаңа айтылып жатыр, бұл жер туризмге айналу керек. Ол бабалардың тарихын әлдене қосымша зерттеуіміз керек дейді. Соған мен толық қосыламын. Бүгінгі шара баршаңызға құтты болсын. Бабалар рухы бәріңізді қолдап, қорғап, желеп жатсын. Бір мәселені айтқым келеді, дін жайында. Мынау әз тәукені 300-дің басы біріктіретін алғашқы хан сайлағанда біздің бабаларымыз соның басында болды. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтып жүр, қазақ 100-ге, ұруға, ұлысқа, ұлтқа бөлінбейтін елімізде. Қазақ 100-ден құралады, ұрудан құралады. Солар мығым болса, бекем болса, Қазақстан мықты болады. Ал енді осы тұрғыда қалай жасаған бабаларымыз? 300-дің басын біріктіру үшін бір хан сайлайық деп, әз тәукені хан сайлаған. Хан кеңесінің жанынан, билер хан тағының жанынан, билер кеңесін құрайық деген. Ал ханымыз қазіргі президент, билер кеңесіміз бұл парламент. Сол билер кеңесінің шешімімен ханның кез келген әлгі бұйрығы немесе халыққа арнауы билер кеңесімен мақұлдану керек деген. Міне қараңыз, пәленбай жыл бұрынғы айтылған нәрсе әлі сон маңыздылығын жойған жоқ. Қазір президентіміз де керек, демократиялық парламент де керек. Енді сол билер кеңесінің шешімімен 300-дің пірін сайлауымыз керек деген ұсыныс болған. Пір не ол? Қазіргі дін, идеологиямыз қазіргі. Міне осының бәрі айта берсек көп әңгіме, сол 3 бағытпенен біздің дұрыс идеологиямыз, қазақ әлгі мұсылмандық сенетін, қазақ сенетін дұрыс бізде бағыт бағдар болса, президентіміздің қасына тоқтассақ, парламентіміз мықты демократик парламент болса, Қазақстан өседі, өркендейді. Соны бабаларымыз бұдан бұрын білген, соның негізін қараған. Ал енді сол алғашқы жаңа айтылды, академик ағамыздың сөзінде. Дала конституция 7 жарғы деген, сол 3 бидің басын біріктірген билер кеңесінде мақұлданып, әз тәуекелмен жарияланған. Сол 7 жарғы әлі өзінің өмір шеңдігін әлгі жоғалтқан жоқ. Жесір дауы, жер дауы, қазақтың дауларының бәрі
сол шет жарғыда жазылған. Ендеше осы бабалар бастаған еліміз өсіп өркендей берсін, дендеріңіз сау болсын, жаңаорандық бауырлар, барлық кездесулердің жоғары ұрықта болатындарыңызға мен барлық кезде сенемін. Біздің осы бір жұртымыз, еліміз болып кетті. Анау аралда жүрсек те барлық кезде жаңаорандық ағайындардың береке бірлігін тілеп жүреміз. Бүгінгі тағы да ниеттеріңіз қабыл болсын. Әрбір жаңаорандықтардың оттың басында береке, бірлік, амандық болсын. Бабалар рухы бәрімізді қолдап, қорғап, желеп жебеп жүрсін. Рахмет. Assalomu alaykum. Biz Toshkentdan keldik, O'zbekistondan. Bugun hozir bu yerda bu babalarimiz nafaqat Qozog'istonning dostoyaniyasi deydi-ku endi. Bu barimizniki bu. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston butun musulmonlarning babasi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki Xo'ja Ahmad Yassaviy turk xalqining biri deb hozir bu yerda aytdi. Ağalar Бағана бірінші экранда Napқан жігіт директор, музейдің директоры juda жақсы айтып берді. Соның үшін көп сөйлемекші емеспін. Айтпақшымын ки, nafaqat Qozog'iston, O'zbekistondagi ham hammamizga жетеді bu babalar. Babalarimizni ruhi hammamizni qo'llab quvvatlasin. Chunki bu ruh bo'lmasa odamda, endi duh deydi ғой, endi bu o'rishasidan duh deydi. Так, дух болмаса, o adam bo'lmaydi. Дух bo'lsa bu kuchli bo'ladi. Ya'ni ruhiyat, o'sha ma'naviyat deymiz biz O'zbekistonda. O'sha ruhimiz tetik bo'lsa, biz zo'r bo'lsa, uni bobolarimizdan olamiz-da. Bobolarimizning o'yitlaridan olamiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha mana o'sha yerda 1-2 yil o'rin kelganimizda Tayirxon domla men aylanib zo'rg'a kelganmiz bu aslında. Sadratani ziyorat qilaylik deb, Qo'yloq atamizni ziyorat qilaylik deb. Sonda aytdiki, buni qanday qilsa bo'ladi? Buni ko'tarish kerak babalarimiz. Hech kim tanimay qolibdi qo'y buni. Deganda keyin mana yurt hammangizga rahmat berdi buni og'alar. Bu yerda baringizga rahmat. Babomizni qayta tikladingizlar, tuğuni ko'tardingizlar-da. Bu ruhini, bu islom dini, bu hammamizni dinimiz, onun bayrağını ko'tardinglar. O'sha orqali butun mamlakat. Bu yerda жаңа жүз deb atsizlar endi. Biz men oxirida to'g'ri so'zni aytdingiz. Butun Qozog'iston, butun O'zbekiston. Bu o'zi o'lt degan tushunchani o'zi ham Stalin paytida yozganda qanday определение bergan. Negizida hozir bu yerda barimiz birlashishimiz kerak. Butun dunyo birlashishimiz kerak. Qarang, hozir bir yerlarda urush bo'lib жатыр. Ağayını yani Oğuz'dan Ukrayna birbirini kırmadı. Biz bir yerde toy batırmız, babalarımız koyuyor. Onun için bizi bilgenimiz. Bizim prezidentlerimiz, Kazakistan'ın prezidenti, prezidentin sözünü, Qasım-Jomart To'qayev'in sözünü, Adem'in sözünü bir yerde keltirdi. Bizi prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich zor adam, zor jigit. Bizi prezidentimizden. Hozir prezidentler do'st bo'lyapti-da, podsholar do'st bo'lsa, xalq do'st bo'ladi. Onun için siyasat to'g'ri bo'lib жатыр. Жаңағы endi mustaqillik deymiz, egemenlik, Qozog'chada egemenlik. Egemenlik bo'lgandan keyin biz ata-bobolarimiz bir-birini taniy boshladik qo'y. Bo'lgandan jo'g'atib qo'ygandik o'zimizni. So'ng uchun bugungi bu жаңағы tuğumuzni do'stlik tuğu deymiz bu. Ruhiy tuğumuz, знамя наше, духовное знамя. Dedi qo'y. Ben sizlerle baringizni qutlaymiz. O'sha yerda xizmat qilgan Tayirjon domla tunni kun kecha keldik, tunman o'sha yerda yigitlar yurdi bu yerdagi. Bari xizmat qildi. Bu o'ta durust. Barimizni birlashtirib kerak bu babalarimizni ati. O'ylaymanki, keyin butun mana Turkiyadan ham keladi hali, xudo xolasa. Turkiyadan ham keladi bu yerda. Bu yer turistik obyekt bo'ladi. Chunki hozirgi vaqtda odam izleyatır, bari ruhani kuch izleydi, duhovniy silo ищет. So'ng uchun sizlarga rahmat. O'shunday bir yerda hozir zo'r mavzoley bo'ldi bu yerda. Kesene bo'ldi. Bu barimizniki. So'ng uchun bu yerda
бәріміз құрсамыз құтты болсын. Бабамыздың туылары bu жақта Қойрат ата бабамыз, bu жақта Садыр ата, Садыршаев бабамыз. Бәрімізді солардың рухы қолдап қуаттасын. Бәріміз зор жасасын. Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, hamma мұсылмандар зор болсын. Сау болыңыздар. Рахмет. Ибрагим ағамыз нәкеңдер айтып отыр, нәкеңдер енді баяғы коммунист уақытында, Қызыл империяның уақытында айтпайды сөздерді өсерді жайып салды ғой. Бұл кезде қорқымаған Исекең туралы айтып отыр. Исекең өсерге өзі Қызыл империяның уақытында осы бабаны қадірлеп, нәке басына батыр отырған. Осының қасына келу үшін дайындықта жасаған. Ол кісі келе жатқан кезде күн жаман шейіл болып тұрған тұғын. Сол баба жауырған шетіне ілінген кезде, жаңағы көкеміз жауырған шетіне ілінген кезде, ауа райы кір тоқтап, өсерден жерлеп, сол кісінің машина шығып кеткенге дейін ауа райы өте керемет болды. Ол да үлкен ана кісінің бабаға істеген қызметінің арқасы болу керек. Енді құрметті ағайындар, маған көп сөйлеме деп жатыр, мына қысқа деп. Мен осы кесенелердің тұрғызуына үлес қосқан, тіл үлес болған, бүгін мына конференция келіп отқан барлықтарыңызға рахметтен бастағым келеді. Өмірде осы жақсылық көріңіздер, қанша бала шағаны ауылдан жүріп, қайыр садақа болсын, Тұрғызбаевтың мынау Тайыр имам баламыз бастама көтерді. Тайырды бәріңізде білетін білмейтіндеріңіз бар. Сайфназар Мақсым деген үлкен осы Өзбекстан, Қазақстанға әйгілі ғұлама кісі өткен. Соның немересі Тайыр. Осы Тайырдың көтерген бастамасына ешкім қарсы болмастан дереу шешім қабылдап осындай жағдайға келтірді. Бабаны ұлықтады, дінді қадірлейтіндігін білдірді егеменді алғаннан кейін. Сондықтан осыған үлес қосқандар, тілеулес болғандарына келіп, Құранға қатысайын, конференция қатысайын деп келіп отқан елдің осы көптеген азаматтарына үлкен рахмет. Келемай сәлем жіберіп жатқан қанша адам бар. Сондықтан осы бабалардың рухы бізді қолдап, Алла тағала соны қабыл етіп, өсіңіздер, өліңіздер, жақсылық көріңіздер. Елімізде тыныштық болсын. Жаңа көптеген сөздерді айтып өтті ғой. Біз де соған қосыламыз. Үлкен рахмет. Басқа да әлі бұдан кейін де бастамалар көп. Тайыр тағы да өзі айта жатыр. Тайыр арнайы алғыс шаған. Оның үстіне басында қозғалмай жүрген менің Майлан деген інімде. Ол басынан бастап аяқталуға дейін осы бүгін жұмыс аяқталғасын енді істейтін, бірақ осының басында жатқан бір адам болды. Сондықтан қалған алғысымда Тайырлар өздері айта жатыр. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Мына конференция келіп отқан, жүргізіп отқан өздеріңізге де алғыс шақыраймыз. Үйдегі рахмет. Өзбекстаннан келіп отқан досымыз, жаңағы қазір қасиетті жаңағы Сайфназар Мақсамыздың баласы, білмейтіндеріңіз болса, үлкен қызмет істейді. Жаңағы тілектерін қысқа айтып жатыр ғой. Тілеулеспіз, жақсылық болсын. Әр осы бабаның ұрықтары қолдап, әрқайсысы осы жақсы қызмет істейтін адал азаматшалар өсе берсін. Мына біздің бабаларды барлық жерде көп сыйлайды. Біз ана Бұқара Самарқанға барған кезде Ақсақ Теміріңіз кеше Жалалдың Бақадыр Айтеке биіміз бәрін қарасаңыз, өздерінің пірлерінен төмен қойдырған. Мысалы Ақсақ Темірдің өсиеті бойынша исламның королі даже өздерінен төмен қойып, пірді пәленше қожаны менен жоғары қоясын деген. Біз 14-15-ін көрдік, соның бәрінде жаңа гид айтып отыр, қожаларын пірін өздерінен жоғары қойдырған, даже ислам королінің өзі. Ақсақ Темір қарасаңдар, барлығында ана гидтердің айтуымен барып көреміз, сол сыйлаған. Яғни олар осыншалықты елдің ауызбіршілігі, тыныштыққа, осы әлемге жаратқан адамдар үшін қажет нәрсе деген сөз ғой. Қабыл болсын мынау. Оқытып жатқан Құран қабыл болсын, конференция жақсы болып өтсін Құда қаласа. Жақсылық тілеймін. Қадірлі ағайын, рахмет айтамыз ағаларымыз жаңа сыр елдің сүйікті перзенті, қазақ елінің біртуар азаматы, социалистік еңбек ері, абыз ақсақал, алып тұлға Исатай Әбдікәрім жөнінде еске алып жатыр. Өте жөн, рахмет айтамыз. Өйткені осы кісі, осы Сәдір ата атты, осы зиратта жатыр, осы жерде туылды, осы жерде жерленді. Қадірлі ағайын. Енді сонымен бірге бұл зиратта, Сәдір ата зиратында тағы да бір үлкен дін ғұламасы жатыр. Ұлы Отан соғысының ардагері, осы өзінің демменен, өзінің дұғаларыменен
халықты емдеген, жазған, Ұлы Отан соғысының ардагері болған Молдахан Өтекейұлы деген осы екі кісіге, екі ірі тұлғаға қазіргі дұғаларыңызда, құрандарыңызға қосып қойсаңыздар артық болмайды ағайын. Қадірлі ағайын, баршамызға белгілі ислам өркениеті 14 ғасырдан бері бүкіл адамзатты сенім мен нанымына, тегі мен нәсіліне қарамай, бейбітшілік пен ынтымаққа, сабырлық пен тазалыққа шақырып келеді. Ислам діні тарих сахнасына көтерілгеннен бері ғылым мен білім өркениеттің сарқылмас бұлағы екендігін әлем мойындауда. Олай болса, сан ғасырлардан бері дін ислам біздің халқымыздың тірегі, ақыл менен парасаттың, озық ғылым мен өркениеттің, мәдениет пен татулықтың үлгісін көрсетіп келеді. Салтымызға сіңіп, дәстүрімізге айналды. Дін мен дәстүр бірлігі өткеніміздің тарихы, болашағымыздың кепілі деуге толық негіз бар. Бүгінгі ұйымдастырылған шарада дін саясатының кемелдене түсуіне ықпал беріп отыр ғой деп ойлаймыз. Өйткені бүгінгі әңгімеге арқау болып жатқан дін исламның шамшырақтары болған Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың туған ағасы Сәдір Шейх бабамызға және оның немересі Мәулана Сайфи-ад-Дин Орынқойлақы бабаларымыз жөнінде мағлұматты бұдан кейін де бүгін де ала беретін боламыз. Мақсат біреу айқын, ұрпақтарға ұлағат болу үшін. Екінші, әрине насихат жұмыстарын арман қарай дамыту үшін. Ондай болса, сөзді біз ғалымдарға берейік ағайындар. Біз кезегімен берейік ғалымдарға. Бірінші сөзді Жандарбек Зікрия Заманханұлы, тарих ғылымдарының кандидаты, Әзірет Сұлтан Қорық музейі Яссауитану ғылыми орталығының қызметкері. Келіңіз, Зәке. Бабаларымыздың басына Садрата менен Маулана Сафиядин Орынқойлақының басына тұрғыздан кеселеріңдеріңіз бітіп, мынадай ас беріп жатсыздар. Деген астарыңыз, жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын. Енді бұл кісілердің тарихтағы рөлі өте зор. Оны сездеріміз бәрі өкінішке орай соны соңғы кезде сезілмейтін болдық. Өздеріңіз оны көріп жүрсіздер, әсіресе исламға қарсы, Яссауи бабамызға қарсы, жалпы Қожа Дәуір әулетіне қарсы үлкен соғыс жүріп жатқанынан өздеріңіз хабарсызсыздар. Өкінішке орай қазақ деген халықтың осындай қалыптасуына ықпал еткен, оның былай жеткенде рухани тұтастығын қалыптастырған осы қожалар әулеті екенін ешкім өкініш жоқ. Өкінішке орай осы мәселені біз бүгін мойындамайтын болсақ, ертең біз тозсыз болып жоқып кетуіміз әбден ықтимал. Міне, мен 40 қанша жылдан бері, 88 жылдан бері осы Маулана Сафиядин Орынқойлақының насабнамасын зерттеп келе жатырмын. Шындығына келгенде мен бұл шығармадай шығарма, қай жақтың жазбасы болмасын, шекердікі болсын, арабтікі болсын, парсытікі болсын, басқа халықтікі болсын, қытайдікі болсын, мен насабнамадан өткен, былайша айтқанда біздің тарихымызға шынайы тарихты, хақиқи тарихты беретін бірде бір шығармамен мен әлі кездестіргенім жоқ. Мен жалпы араб несінің жазуларымен таныстым, парсылардың аудармасымен, парсылармен таныстым. Бірақ Маулана Сафиядин Орынқойлақының тарихына келетін тарих жоқ насабнамадан. Насабнаманың қазір алғашқы нұсқасын жасаған кісі кім? Маулана Сафиядин Орынқойлақ. Мен сіздерге бұл жерде бір нәрсені ашықтап кеткім келіп отыр. Мысалы айтайын сізге, Орынқойлақ деген сөздің мағынасын білесіздер ме не екенін? Орынқойлақ деген сөздің мағынасы қазіргі Аққорған. Орынқойлақ деген көне түркідегі Аққорғанның көне түркідегі несі? Нұсқасы. Сол кейіннен орта ғасырдан бастап Аққорған аталып кетті. Оған дейін Яссауи бабамыздың заманында бұл жер Орынқойлақ деп аталған. Садриддин Шайхтың Маулана Сафиядин Орынқойлақының ол кісінің немересі Орынқойлақы аталып жүрген өзі себебі осы. Міне осы мәселені біз түсініп алайық, сезініп алайық. Насабнамада не айтылады? Ислам дінінің Түркістан жеріне қашан келгенін нақтылап көрсететін, және кімдер бастап келгенін көрсететін ең құдіретті шығарма. Шындығына келгенде біз қазір өскенде кейін арабтардың несіне сүйенеміз де ислам діні бізге 951 жылы келді деген нәрсені айтамыз. Жоқ, бізге ислам діні одан 200 жыл бұрын 766-767 жылдары неге келгендігін мен сіздерге нақты дәлелдермен көрсетіп бере аламын.
сол 766-767 жылдары Абдрахимов, Абджалилбақ, Исақбақ бастаған 3 вақтың бастап келген, былайша айтқанда рухани ілімі бұл жерде неғылды? Шыннан келгенде бұл жерде исламның негізгі ғылыми орталығына айналды. Исламда пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін Ахлал рай, Ахлал хадис деген екі топ пайда болған. Сол былайша айтқанда Ахлал рай тобы. Демек исламның былайша айтқанда рухани мәнін, маңызын сақтаған тобы неғылды? Осы жерге келді. Себебі араб болмасаң сен мұсылман емессің дегенді, яғни қазіргі жаңағы уахаби салафилердің өзінің бастауы деп болады. Сол былайша айтқанда Ахлал хадистен олар. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жолы қайдан бастау болады? Ол былайша айтқанда Ахлал райдан бастау болады. Ал соны алып келген кім? Исхақ Бақ, негізгі рухани ілімді алып келген Исхақ Бақ еді. Міне ол кісінің жасаған еңбегінің арқасында не болды? Исламның ғылыми бағыты араб жерінде емес, түркі жерінде неғылды. Шындығын айтасыздар нәрсені сөйлесемін, сізге аластамай мен білмеймін. Бірақ Мұхаммед ибн ал-Ханафияның ілімі, неғылды? Қазіргі былайша айтқанда бүкіл исламдағы рухани, мәдени бағыттың, былайша айтқанда ғылыми бағыттың негізі кімнен басталады? Мұхаммед ибн ал-Ханафиядан басталады. Ал енді Мұхаммед ибн ал-Ханафияның қабірі қазір қай жерде деп ойлайсыздар? Араб жерінде бар ма? Араб жерінде жоқ. Мұхаммед ибн ал-Ханафияның қабірі қай жерде? Қаратаудың арғы бетінде, қазіргі Созақ ауданында, өзеннің атын ұмытқан, сол өзеннің бойында, Балықшы әулиенің ар жағында. Балықшы әулие негізі сол жағында Мұхаммед ибн ал-Ханафияның шырақшысы болған кісі екен. Міне осындай былайша айтқанда деректер қазіргі былайша айтқанда зерттеген шығып жатыр. Егер де біз бұл мәселені біз қайтадан қазіргі күні қалпына келтіріп, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың рухани ілімін қайтадан қалпына келтіріп, өзіміз сол негізге былайша айтқанда басымызды қоса алмасақ, ертең жер бетінде халық ретінде жойыламыз. Себебі қазіргі болып жатқан жер бетіндегі мына жаһандану деген үдерістің бүкіл адамзаттың былайша айтқанда тамырында балтам шауып жатқаннан хабардарымыз бар. Қазіргі мына уахаби салафидің келуі, мына тәңіршілеріміз деп атайтындардың келуінің астарында не жатыр? Осы былайша айтқанда сол жаһанданудың тікелей үдерісі. Бізді алдымен исламнан ажыратты. Алдымен уахаби салафилер келіп бізді неден ажыратты? Былайша айтқанда қазақтың дәстүр мен мәдениетінен ажыратса, енді тәңіршілер келіп бүкіл былайша айтқанда исламнан бастап қопарып сыпырып тастаған. Сонда 1250 жыл бойы қалыптасқан қазақтың руханиятынан не қалады деген сұрақ бар. Міне егер де осы мәселелерге біз жауап бере алмайтын болсақ, егер де қазіргі күні өзіміздің руханиятымызды қорғай алмайтын болсақ, ертең біз халық ретінде тарихымыздың сахнасынан кетеміз. Міне осыны ойлайтын қазір өкінішке орай бізде жоқ. Өкінішке орай бізде мемлекеттік идеологияның болмауы бізге өте үлкен қауіп қатерге ұрындырып отыр. Өкінішке орай біздің идеологияны жүргізіп жатқандар кім? Біздің идеологияны жүргізіп жатқандар сол жаңағы USAID-тің әйтпесе жаңағы жаһанданушылардың сойылын соғып отырғандар. Міне сондықтан да қазірге ЛГБТ дейді. Түрлі былайша айтқанда адамзат баласын рухынан аздырып тозаққа бастайтын ненің барлығы біздің қазақ жерінде. Шындығына келгенде қазір күн сайын мен байқап отырмын, қазақ деген халық тарихта қалмай бара жатыр. Себебі біз рухани тұрғыдан азғындап бара жатырмыз. Біз осы нәрседен сақталайық ағайындар. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Ең басты Қожа Ахмет Яссауи кім еді? Қожа Ахмет Яссауи деген кісі пайғамбардан кейінгі ислам әлеміндегі нөмір 2 тұлға. Неге? Ол кісі дінді шариғат деңгейден тарихат деңгейге көтерді. Тарихат деңгейге көтеру деген сөз не болып табылады? Тарихат деңгейге көтеру деген сөз рухани әлем мен адамның арасын қайтадан байланыстырған. Әйтпесе сол 13-14 ғасырда адамзат баласына не келер еді? Ақыр заман келген болар. Содан құтқарып қалған Қожа Ахмет Яссауи. Біз осыны түсіне аламыз ба? Осыны сезіне аламыз ба? Егер де біз осыны түсінетін болсақ, әлемдегі нөмір 1 халыққа айналамыз. Мен сіздерге ашығын айтайын. Егер де соны біз қайтадан қалпына келтіре алмайтын болсақ, онда ертеңгі күні біз жер бетінен кетуіміз әбден ықтимал. Міне сондықтан да айналайындар, мына жасап жатқан іс-әрекеттеріңізге Алла қуат берсін, күш берсін. Өздеріңіздің ауыз біршіктеріңіз бір болып,
ертеңгі күні болашаққа тура барайық деген ем. Мысалы, президентіміз мына мәселелерді айтып қойды ғой. Ол жайдан айтып отырған жоқ. Бұл негізгі айтылып отырған мәселе. Болашағымыздың Яссауидің ілімінде екенін неғып отыр, ол кісі мойындап отыр, оны түсініп отыр. Ал енді қазіргі кешегі қол қойылып қойған жаңағы егерден бас тартылмай отырған жайы бар. Қазір біз Әзірстанның музейінің былайша айтқанда қасында ғылыми Әзірстан ғылыми зерттеу Қожа Ахмет Яссауи мұрасын зерттеу орталығы құрылды. Мен сол орталықта қызмет жасаймын. Иншалла, болашақта Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімін көтеріп, қайтадан өзіміздің рухани ілім деңгейіне көтеру, сол халықтың жүрегіне жеткізу барлықтарыңызға нәсіп болсын. Рахмет. Келесі ғалым, келесі сөз. Философия және теология ғылымдарының докторы, профессор Досай Кенжетай. Ол кісінің іс-сапарға шығып кетуіне байланысты, шығуына байланысты видео роликтен көретін боламыз қазір. Құрметті қауым, құрметті асқа қатысушылар, бүгін сыр бойы Жаңақорған түркі ислам өркениетінің, түркі ислам мәдениетінің ошағы болған Жаңақорғанда үлкен бір конференция болып жатыр екен. Сол конференцияға мен өзімнің үлесімді қосып, өзімнің баяндамамды ұсынбақшымын. Негізі мынау сыр бойы менен Қаратаудың қиылысы Аралға дейінгі аймақты біз Фараб аймағы деп атаймыз. Кезінде Совет үкіметі кезінде Фараб деген топонимиканы тек қана отырармен ғана байланыстырған әдейіге. Себебі исламның өркениетінің ізін көрсетпеу керек болды. Оны бір қаламен шектеу керек болды. Ал енді қазір егемендік алғаннан кейінгі қайта тарихқа көзқарастар өзгеріп жатыр. Сондықтан да Алатау мен Қаратаудың қиылысынан Аралға дейінгі созылған аймақта өзінің бұрынғы атауы Фараб деп атап жатырмыз қазір. Фараб аймағы, мынау Ферғана аймағы, оның аржағында Мауреннахр, одан кейін Хорасан, одан кейін Таяу Шығыс, одан кейін Бағдат, Куфа, Басра, Хижазға дейін созылған аймақта біздің осы ислам өркениетінің іздері жатыр. Ислам өркениетін біз шартты түрде үшке бөлеміз: араб, аджам, атрак, яғни арабтар, парсылар, түріктер деп бөлеміз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз осы түріктерге қатысты. Оның ішінде біздің топырақтың исламдануы процесін әлі күнге дейін біз нақты тұжырымдай алмай жатырмыз. Оның себептері көп. Кеңестік дәуірде бұған мүмкіндік болмады. Тәуелсіздік алғаннан кейін осы мәселелерге қайтадан көзқарас тудырған негізінен мойындауымыз керек. Бұл біздің Қожа институтының насапнамалар мәтіндері. Сол насапнамалар мәтіндеріндегі бүгінгі Садыр ата туралы тоқталмақшымын. Садыр ата өзі мынау Хазіреті Алиден және Мұхаммед Әл-Ханафиядан тараған 3 әулет бар. Соның ішіндегі Ысқақ баб әулеті. Ысқақ баб әулеті деп неге ерекшелеп айтып отырмыз? Себебі бұл Хазіреті Ибрахим шейхтің атасы, 11-ші атасы. Хазіреті Қожа Ахмет Яссауидің 12-ші атасы. Хазіреті Садырды шейхтің 12-ші атасы деп айтамыз. Енді Ибрахим баб туралы да зерттеулер бізде өте кемшін. Ол туралы Сүлеймен Бақырғани хан деп атайды оны, Ибрахим хан. Себебі Қожа Ахмет Яссауиге айтады: шейхім Ахмет Яссауи, асылы оның ханадан білмес аны көп надан деп атайды. Бұл нені білдіреді? Бұл біз қожалар әулеті деп, қожалар институты деп қашан бөлінді, қандай процестер болды, біз оны білмейміз. Бірақ білетініміз мынау мәселе. Исламизацияның басында бұл институт, қожалар институты тұрды. Демек, билікте де солар тұрған болуы мүмкін. Сондықтан да Ибрахим шейхті хан деп атауы мүмкін деп біз топшылаймыз, жорамалдаймыз. Себебі Ибрахим шейх
шейх деген өзі титул, ол белгілі бір тарихаттың немесе белгілі бір мектептің, белгілі бір саяси құрылымның басшысы деген мағынада. Өзінің қарамағындағы 15 жыл қызмет еткен Мұса шейхті Түркістанға ислам ашу үшін жіберген. Ал енді мына насапнамаларда Мұса шейх деген кім дейтін болсаңыз, Мұса шейх Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы деп көрсетілген. Демек, Қожа Ахмет Яссауи Мұса шейхқа қол берген. Кейбір деректерде, мысалы, Рашахатул Айнул Хаятта Қожа Ахмет Яссауидің негізгі қол берген пірі Арыстанбап деп аталады. Ал енді одан да бұрынғы басқа деректерге қарайтын болсаңыз, Қожа Ахмет Яссауидің ең алғашқы ұстазы медреседе бұл Мұхаммед Исмиджаби деп аталады. Кейбір деректерде Сухраварди деп, оның шындыққа қаншалықты қатысы екенін алдағы тарихшыларымыздың еншісінде деп айтамын. Сол Садыр шейхқа оралайын, өйткені тақырыбымыз осы. Садыр шейх, Қожа Ахмет Яссауи екеуі бауыр, екеуі бірге туған. Бұл Ибрахим шейхтің балдары. Ал енді осы әлемде Пири Түркістан, Құтбул Ақтаб, Шейхул Машайх, Султанул Арифин деген атпенен танылған бұл Құл Қожа Ахмет Яссауи. Құл Қожа Ахмет Яссауидің өмірі, балалық шағы, өмірбаяны туралы да бізде өте кем, бізде қолдағы материалдар. Көбісі агеографиялық материалдар, аңызға көмкерілген, манахибтерге көмкерілген. Бірақ соның ішінен біз жіктеп, іріктеп, осы тарихилығы, шындыққа жақын құндылықтарды, жаңа құрылыстарды алып жамап жасқап жатырмыз. Сонда Қожа Ахмет Яссауидің өзі кіндігінен тараған Ибрахим деген баласы болған. Жәмилә және Гаухар деген екі қызы болған. Анасы жаңағы Мұса шейхтің қызы Айша. Бұл жағы осы насапнамалармен бізге белгілі болып отыр. Бірақ кезінде мынау Сәуір халқы дейді, мүмкін Сауран халқы шығар, ол жерде әлі исламға кірмеген болуы мүмкін. Себебі қарасаңыз, мынау рибат деген категория бар бізде. Рибат деген сөз ислам және күфір екеуінің арасындағы орналасқан шекаралық аймақ деген білдіреді рибаттар. Алғашқы Мұса шейхті, кейін Қожа Ахмет Яссауиді мынау Яссыға жіберетінің алдында бұл рибат сайран болған, Исмиджаб. Кейіннен Яссы исламға кіргеннен кейін арғай Сауран қалды, арғай кете береді. Осындай. Осы жерде Садыр шейхтің Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың дүниядан өткен, яғни оның мектебі, тарихаты, қалыптасқан өзінің. Жаңа жерде тағы бір мәселені айтайын, мысалы Мұса шейх дегеніміз сол Арыстанбап болуы мүмкін деп ойлаймын. Себебі екеуінің арасындағы жаңағы Яссауи менен Мұса шейхтің арасында қол беру мәселесі, Арыстанбаптың аңызға оралған жаңағы тарихи санамыздағы іздері, екеуін қосқан кезде сол екеуін топшылауымызға болады. Себебі қожалардың өзінің атымен қоса оларға лақабат берілген көп. Мысалға Садыр шейхтің ұлы Әбдімаликке Тажқожа деген. Одан кейін жаңағы данышмент қожа. Ол да лақап негізінен. Бекерден бекер данышмент қойылмайды. Себебі ол хаким болуы мүмкін, ол хикметтің иесі болуы мүмкін. Тура сондай-ақ оның ұлы Мәулана Сафиуддин Орынқойлаға жаңағы насапнамалардың да және Қожа Ахмет Яссауидің қолында қазір көрінген Миратул Құлуб еңбегі, көңілдің айнасы деген еңбек жазылып қалған. Бұл үлкен құндылық шын мәнінде. Қожа Ахмет Яссауидің ілімі туралы алғаш жазылған мәлімет берілген. Міне осы Садыр шейхтің екі ұлдарының біздің жаңағы қазақтың даласындағы исламдануға арналған алғашқы мәтіндер деп айтуымыз керек. Сондықтан бүгін жаңағы тек қана Қожа Ахмет Яссауи тұлғасы ғана емес, оның айналасындағы жаңағы көптеген процестер әлі күнге дейін ашылмай жатыр. Яссауидің орнына халифа, яғни орынбасар ретінде осы Садыр шейхтің ұлдары отырып жатыр.
Зарнухи. Бұл да үлкен процестерді көрсетеді. Сондықтан тағы бір проблема бар бізде, насабнама менен силсила екеуін ажырату керек. Өйткені насабнама тікелей жаңағы ысқақовтан тараған әулеттердің шынжырын көрсетеді, ал насабнама яссауия тарихатының шынжырларын көрсетеді. Бұл бір. Екінші өзекті мәселе, әр аймаққа ислам ашу үшін жолданған шейхтің ижазат алған орынбасарларын қарау керек. Мысалға біреуі жаңағы иналғышқа кетіп бара жатыр, біреуі Отырарға барып жатыр, мысалға біреуі Қарғалыға кетіп бара жатыр, біреуі Үргенішке кетіп бара жатыр. Бұның барлығы не деген сөз? Бұл жерде бір үлкен система бар, жүйе бар деген сөз. Ол жүйенің артында әрдайым мемлекеттік статус бар деген сөз. Мемлекеттік статус бар. Оны неден көреміз? Оны насапнамалардан көреміз. Насапнамаларда жаңағы тегімен қоса жер деген мәселе бар. Мәселе сол қожалардың әулетіне вакф, яғни Алланың жолына қызмет ету үшін түген жерден пәлен жерге дейін, яғни Оғыз тауынан мысалға Қарашыққа дейінгі жер деген сияқты кеңісті жерді көрсетіп жатыр. Содан кейін олардың арықтары дейді. Арық деген жаңағы ол кезде арық қазіргі майдамада өзен ғой енді, ырмақтар. Солардың барлығы оларға берілгенден көрсетіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл саясатты білдіреді, билікті білдіреді. Себебі ол жерде мемлекет, жаңа айтып жатыр, мемлекеттік билік бар, қожаларға статус берілген. Сол статустың негізінде оларға жер берілген. Бүгінгі владение, былайша айтқанда. Осы мәселелер біздің бұл топырақтағы хандықтардың немесе ислам мемлекетінің орнығуының, қалыптасуының алғышарттарын көрсетеді. Міне негізі мынау конференцияда біз мынау қожалар институты деген кезімізде өзі қазақ хандығының табиғатында төрелер институты мен қожалар институты ол негізгі желі, негізгі арна. Біреуі діни, екінші жаңағы саяси биліктің өкілдері. Олардың иерархиялық байланыстары, кеңістікпен байланыстары, мысалға біздің қазақ руларының 40 қазақ руларының немесе 300-мен байланыстарының барлығы бізде кешеге дейін сақталған санада. Біз осыны жаңғыртып, не үшін жаңғыртамыз? Біздің тарихи жүріп өткен санамызды, тарихилықты анықтау үшін керек бұл. Міне осы жолда біз Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың, одан кейін Шадыр шейх және оның ұлдарының бізге қалдырған мұраларын әлі күнге дейін ғылыми айналымға былайша айтқан кезде мойындата алмай келе жатырмыз. Осыны реттеу керек. Конференцияның мақсаты не деген кезімізде біздің халқымыздың тарихи санасына, оның өткенінің тарихилық ұстанымдарына қатысты бүкіл материалдар, жәдігерлер қандай болмасын жаңағы дәйек пен деректер болатын болса, біз оны салыстырмалы түрде, кешенді түрде қорыта алу деңгейіне келуіміз керек. Сондықтан бүгінгі конференцияға сәттілік тілеймін. Конференцияға қатысушыларды осы бүгінгі ғылым шөлені дейміз ғой, ғылым тойыменен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сайфонов Бауыржан Насреддинұлы, теология ғылымдарының докторы, профессор, ясану тану ғылыми зерттеу институтының директоры. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті ағалар, көкелер, мынау Ақтөбенің қарны жарылған үлкен той деп білемін. Өзіміз өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп жатқан уақыт. Жаңа алдымызда ұстаздарымыз айтып кетті, ғалымдар, сол кісілердің ізімен келе жатырмыз. Менің қысқаша айтқым келетіні, жалпы бұл Сафияддин орын қойлақының жаңа Садыр шейх бабамыздың қалдырған ілімі негізі біздің түркі халықтарының кілт ілімі болатын. Қожа Ахмет Яссауи хикметтеріне егер сөз беретін болсақ, Яссауи бабамыз өзінің хикметтерін былай бастайды ғой. Бисмиллах деп баян айлап, хикмет айтып, шәкірттерге дүрва гауһар шаштым мәна. Риязатпен қандар жұтып, қайғы шегіп, шәкірттерге дүрва гауһар шаштым міне.
менің хикметтерім қаламға нұр ұшқан, жаттап оқығанның көңілін қылар Гүлістан дейді. Әсілінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың алып келген ілімі бұл сапалы ұрпақ шығаратын, былай қазіргі тілмен айтсақ качественный ұрпақ дейді ғой, өте сапалы ұрпақ шығаратын ілім еді. Біз енді қазір модерн заманда шындығында мына технология өте дамып кеткен кезде әлемге ешқандай технология бере алмайтын шығармыз. Мысалға жаңа Мерседестің жаңа үлгісін біз шығара алмайтын шығармыз. Компьютердің жаңа үлгісін шығара алмайтын шығармыз. Бірақ бүкіл әлем мұқтаж болып отырған сапалы адам шығара аламыз. Сол сапалы адамды шығаратын ілімді бізге осы Сафияддин Орын Қойлақы бабамыз, Садыр Шейх аталарымыз Яссауи бабамыздан мұра қылып бізге қалдырып кеткен. Былайша айтқанда біздің қазір мынау осы заманда мемлекетімізде мың түрлі бәле келіп жатқан түрлі жат мәдениет, жат ағымдар, жат діни танымдар, соның барлығынан құтқарып шығаратын біздің төл діни танымымыз, былайша айтқанда оригинал діни көзқарасымызды осы кісілердің еңбегінен табамыз негізінде. Бұл кісілердің еңбегін жаңа айтып жатыр ғой. Негізі менің баяндамам Садраддин Шейхқа 2000 қойылған. Тақырыбы Сафияддин Орын Қойлақы мұрасы түркі мұсылмандығының генеалогиялық жадысы деген тақырып. Былайша айтқанда біздің осы қалдырған насабнаманы біз бір әулеттің шежіресі ретінде танып келдік осы уақытқа дейін. Бірақ оны модерн ғылыми әдістерге талдап қарағанда бұл жерде біздің шынайы қазақ мұсылмандығының, бірақ былайша айтқанда біз өзіміз осы жерде, осы географияда өмір сүргеннен кейін бабамызды жекешелеп қазақ деп отырмыз ғой, қазақ мұсылмандығы. Бірақ түркі мұсылмандығының қалыптасуына, түркі халқының тарих бетінен жойылып кетейін деп тұрған кезде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз түркі тілінде, біздің ана тілімізде өзімізге Құдайымызды танытып, діни танымымызды үйреткен. Яссауи бабамыздың негізі өмірде қалдырған, біздің ұрпақтарға қалдырған жаңағы баға жетпес байлығы бірінші тіліміз. Осы қазір менің сізбен бұлай сөйлесіп тұрғаным, я болмаса өзбек халқының, татар халқының, түркі халқының өз ана тілінде сөйлеуіне соны сақтап қалған Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Диуани хикмет тілі негізі ескі шағатай ортақ тілі еді. Ол тілде егер сөйлесетін болса, барлық түркі халықтары бір-бірін түсіне береді. Соны әлемнің бүкіл түркі ғалымдары жалпы Қожа Ахмет Яссауи тұлғасы бұл түркілердің һәм бірлескен және ажыраған нүктесі ретінде көрсетеді бізге. Сондықтан біз барлық түркі халықтары бір қаннан, бір қарыннан тарағанбыз шындығында. Сондықтан бізді қазір қайтадан бірлестіріліп, қайтадан бір жаңағы жұдырықтың астына, бір тудың астына жинайтын ілім ол осы Яссауи бабамыздың ілімі ғана. Ал оны, қараңыз, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз өзінің диуани хикметін түрік тілінде жазды. Неге? Дәл сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кезеңінде қазіргі мынау бізде көптеген жаһандану процестері жүрген. Ежелгі ғасырда антикалық грек мәдениеті, одан кейін араб парсы мәдениеті, одан кейін біздің жаңағы кеңестер одағында орыс тілі, біздің таза тіл құндылықтарымыздың барлығы, мәдени құндылықтарымыздың бәрін жоюға тырысты. Сондай кезең Қожа Ахмет Яссауидің кезінде болған. Оқу ғылым тілі араб тілінде, мемлекеттік тіл, әдебиет тілі парсы тілінде, ал түрік тілі тек үйде жаңағы әкесі мен баласының жаңағы тұрмыстық қолданыста ғана болған. Соны мемлекеттік деңгейге көтерген Қожа Ахмет Яссауи еді. Енді Қожа Ахмет Яссауиден кейін Қожа Ахмет Яссауи бабамыз өзі дүниеден қайтар кезінде осы Сафияддин Орын Қойлақыны өзінің орнына ұстаз қылып қалдырады ғой. Ол деген сөз, қарасаңыз, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ілімі мына Алтайдан, Монғолиядан деп алайық. Монғолиядан мына жақта батысқа дейін, батыс Европаға дейін жалғасты мысалға ілімі. Бірақ ең орталықта қалған ұстаз, барлық жаққа ұстаздарын, жаңа шәкірттерді ұстаз ретінде жөнелтіп жатқан кезде
Сафиядин орын қойлақы өзінің бауырын осы жерге орталыққа Астана-и Саадет дейді оны. Былайша айтқанда бақыттың астанасы, бақыттың баспалдағына өзінің бауырын сеніп аманаттап осы ілімді Ясауи бабамыз қалдырды. Енді бір қызығы сол уақытқа дейін шежірелер жазылып келген бұл жаңағы Ясауи бабамыздың әулетінің шежіресі. Бірақ бір қызығы Сафиядин орын қойлаққа келген кезде соны арабшаға аударып түрік тілінде жазады. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл кісінің тарихи тұрғыдан тіл қорғаушысы, біздің тілімізді сақтаушы ретіндегі мәселесі жастарымыздың зерттеу объектісіне алыну керек. Менің негізі айтқым келгені, осы уақытқа дейін біз насабнамаларды бір әулеттің бір тарихы, бір әулеттің аталарының, бабаларының жаңағы шежіресі ретінде танып келдік. Әсілінде бұл насабнамалар тарихи тұрғыдан, дінтанулық тұрғыдан, мәдени философиялық тұрғыдан біздің баға жетпес ұлттық идентификациямызды, ұлттық бірегейлігімізді ажыратып тұрған түркі халықтарының негізгі кітабы. Осы уақытқа дейін біздерде қарап отырсаңыз, осы бабаларымыздың жолын, сопылық жол, сопылық ағым деп біздерді өзіміздің қағынан, төл діни танымымыздан жеріндіруге осындай газлайт деген әдіс болады ғылымда. Сүйсіндіріп тұрып, шірітіп жіберетін әдіс бұл. Бұлай бұның Қожа Ахмет Яссауи өте ұлы ғалым тұлға. Оның ұстаған ұстанымы сопылық. Бірақ ол сопылықты екінің бірі ұстай алмайды деп сіздің төл діни танымыңызды, төл мәдениетіңізді, төл құндылығыңызды айтып тұрып шірітіп жібереді. Екінің қолы жетпейтін сияқты қылып. Сондықтан бұған біз өзіміз және жастарымызды осы бабаларымыздың құндылықтарын тануға бет бұруымыз керек. Сонда ғана жаңа айтып отырған барлық осы бабаларымыздың, Ясауи бабамыздың еңбектерін, Сафиядин орын қойлақы бабаларымыздан қалған еңбектерді жастарымыз оқып, соны түсініп өсетін болса, онда ешқандай жат мәдениеттен, ешқандай діни ағымнан қорқудың қажеті жоқ. Бұлар өздері мынау бабамыздың, былайша айтқанда Қожа Ахмет Ясауи бабамыздан қалған кемелдік ілімі, былайша айтқанда ең сапалы адам шығару ілімін ойына сіңіріп, бұл кісілер тәжірибеде көрсеткен адамдар. Сондықтан бізде ғасырлар бойы бұның тәжірибесі тарихи тұрғыда сақталған. Міне осы бабаларымыздың жазған осы жазбасы, менің қолымдағы насабнаманың ең алғашқы бізге қазақ тілінде жарық көрген нұсқасы жаңа ұстазымыз профессор Зікірия Заманханұлы және Әшірбек Мумин мырзалар 88 жылы бұның жаңа қолжазбаны тауып, сөйтіп 4-5 жыл жұмыс істеп бізге жеткізген. Қазір Құдайға шүкір біздің ұлттық құндылығымыз ретінде бұл ғасырдан ғасырларға ақырдың заманына дейін оласа беретініне біз иманымыз кәміл. Сондықтан менің айтқым келетіні, бұл Садыр Шайх бабамыздың, Сафиядин орын қойлақы атамыздың, Ясауи бабаларымыздың мұрасы, бұл біздің төл діни танымымыз. Біз бұған тістеп қолмен жабысуымыз керек. Ал бұлардың жолын бізге жаңағындай ауыр қылып, я болмаса бір ағым сияқты қылып көрсетіп отырған сыртқы жаңа күштер бар, сыртқы жаңағы әлемдік деңгейде танылған кейбір ғалымдар бар. Бізді қағымыздан жеріндіру үшін жаңағындай бұл кісілерді қол жетпес сияқты қылып көрсетіп отыр. Ал бұл кісілердің еңбектерін өзіңіз қарып көз жүгіртетін болсаңыз, көңілге демеу беретін бір рухани нұр. Сондықтан осы мынау іс-шарада осындай мүмкіндік жасап, біздерге сөз бергенге себепші болған ағаларымызға Алла береке берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бабалардың рухы бізге медет болып жүрсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Ғалымдардың соңы, ағайындар, сәл сабырлық сақтаңыздар, енді бітіп қалдық. Келесі сөз Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы Яссауи тану ғылыми орталығының ғылыми қызметкері Жүнісбаев Толықбек Дәулетұлына беріледі. Alhamdulillahi hadana li hadha ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ауыз менен бисмилля кәлемнің алдын бастаған, альхамдулилля салауат мұсылман адам аузынан дұрыс емес тастаған дейді. Мен осындай әулияларымыздың басына келіп тұрғанда, осындай жиында Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат айтпай бастағанымыз жөн болмас деп осылай бастадық. Айып етпессіздер. Ассаламу алейкум. Діліне сәуле, тіліне тәубе берілген ұлы қасиетті бабалардың ұрпақтары. Мынау өткізіп отырған шараларыңыз құтты, қайырлы болсын. Менің тақырыбым бүгінгі мынау жиындағы конференциядағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бауыры Садыр шейх менен оның немересі Орын Қойлақының және олардың ұрпақтарының осы Яссауи бабамыздың ілімін таратудағы рөлі. Менің назарымнан осыны дейін осы Яссауи бабамыздың бауыры немересі Орын Қойлақының жазып қалдырған және де басқа да нұсқалаған насамнамалар келіп түсті. Сол насапнамаларды оқып отырған кезде өте бір назар аударатын нәрсе, көңіл бөлетін нәрсе, өте жиі қайталанып айтылатын нәрсе. Және ол нәрсе бекер жиі қайталанып айтылмайды. Сіздер де сол насапнамаларды оқыған болсаңыздар көресіздер. Яғни бұл Садыр шейх пен Орын Қойлақының ұрпақтары бірінен кейін бір бәрі түгел қаншама атаға дейін шайх аталған. Яғни одан кейінгі беріп отырған осы ілімді аманат қылып тастап отырған ұрпақтарының бәрі шайх болған. Шайх деген нәрсе кім? Исламда оның рөлі қандай? Құранда Құдай тағала айтады: "Лақад аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Лақад манналлаху из бa'аса фихим расулан минхум ятлу алейхим аятина ва юзаккихим ва юаллимул китаба вал хикма ва юаллимухум ма лам такуну та'ламун" дейді. Құдай тағала ол елге, ол халыққа, ол тайпаға, ол жұртқа сондай үлкен мейірім шапағат қылды. Одан өткен мейірім шапағат болмайды. Егер де олардың іштерінен дейді, олардың өздерінен дейді, сондай Құдайдың аяттарын оқып, оларды тазартып, оларға білмегендерін үйретіп, сондай адамшылықтың шыңына жеткізетін болса, кәміл адам дәрежесіне жеткізетін болса дейді. Міне шайх деген нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Утлибу шайхул камил лау биссин" деп сондай әмір еткен. Сендер шайхты талап қылыңдар. Егер де олар Қытайда болса да дейді. Неге? Өйткені шайх деген адам ол дүниені тәрк қылып, жүрегіне сондай хикмет ұялатқан адам. Сол хикметтермен адамның бойындағы мерезді, былайша айтқан уақытта, адамның бойындағы бүкіл айыптарды, дерттерді өзінің шеберлігіменен сылып алып тастайтын адам. Былайша айтқан уақытта рухани дәрігер, рухани врач. Құранның аяттарының өзі сол негізінде сол негізде түскен. Яғни "Нуназзилу минал Құрани ма хуа шифау рахматул лил муъминин" дейді. Яғни біз Құранды ендірдік. Не үшін ендірдік? Ол адам баласының жүрегіндегі мерезге жаңағы емдеу үшін дейді. Жалпы ғұламалар, шариғат ғұламалары, тариқат ғұламалары, мағрифат, ақиқат ғұламалары болып бөлінеді. Қазіргі таңда бізде қоғамда шариғат ғұламалары бар, көп, бірақ олардың құдіреті, олардың мүмкіншілігі, олардың қабілеті адам баласының жүрегіндегі мерезін құтқаруға жетпейді. Мәселен, осы турасында шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз айтады: "Тазартам деп індеттен, айырам деп жендеттен, құтылам деп міндеттен иманымның берігі бар" дейді. Яғни біздің бойымызда індет пенен жендет бар. Табылды өз бойымнан екі дұшпан, бір іштен болғанды бір тыстан. Кезіксе алтын күміс тілін білген, ажыратып, қорытып алады біздің мыстан дейді. Яғни біз жоғарыда айтып отырған, насамада келтіріп отырған шейхтардың бәрі бізді алтын, мыс емес, темір емес, алтын дәрежесіне жеткізетін сондай, былайша айтқанда салыстырмалы түрде айтатын болсақ, сондай тұлғалар болған олар. Және де сол насамада өте көп қайталанатыны ол шейхтардың Хызыр менен Ильяспенен сұхбаттас болатыны. Қаншама жыл сұхбаттас болғанын жазылады. Әрбір шейх, мәселен, Орын Қойлақ айтады, 93 жыл өмірім болды, соның 53 жылын Хызыр менен Ильяспенен сұхбаттас болдым дейді. Хызыр менен Ильяспенен сұхбаттас болды деген қандай ол? Оның мәні не? Мәселен, Хызырдың батасы тиіпті дейді. Осында білетін шығарсыздар, Хызырдың пәленге батасы тиді дегенін, оның қалай дүниесінің тірлігі дөңгелегенін, оның былайша айтқанда халықтың елдің алдында қандай абырой болғандығын.
ал жаңағы айтып отырған Насарнауда келтіріп отырған шейхтардың барлығы жаңағы Хызыр алейхисаламмен нешеме жыл сұхбаттас болады. Құранда ол Хызыр алейхисалам турасында мәселен былай келеді. Мұса алейхисалам осы өзінен өткен ілім, мен сондай көп ілім берді, мені асқан данышпан жоқ шығар, ілімді адамды жоқ шығар деген уақытта Құдай тағаладан әуез келеді, барып теңізден барып бір шелек су алшы деп. Содан теңізден барып бір шелек су алады. Су алғаннан кейін Құдай айтады, мына сен бір шелек су алғаннан дария кеміді ма дейді. Жоқ дейді, ешқандай білім кеміген дейді. Олай болса сенің алған ілімің де тура осы бір шелек ілімдей ғана дейді. Мұхиттен кемі. Олай болса менен де артық ілім білетін адам бар ма деген уақытта осы пәлен Египет теңіздің қосылған жеріне бар дейді. Сол жерде менің досыммен жолығасың. Содан Хызыр алейхисаламға жолығады. Содан Хызыр алейхисаламға жаңағы кереметтерін көріп, оған шәкірт болуын өтінеді. Хызыр алейхисалам айтады оған, сен маған ере алмайсың, сен соған сабырың жетпейді дейді. Содан Мұса алейхисалам қоймаған екен, жарайды деп артынан ертеді. Енді Құдайдың достары әулиелер кітаптарында Құранда жаңағы Мұса алейхисалам сабыр ете алмады, 3 жағдайда деп келсе де, Мұса алейхисалам қандай Хызыр алейхисаламға сабыр етіп артынан ере берді деп оған әдепсіздік қылмайды. Енді қараңыз, 3 мәрте ғана Мұса алейхисалам жүріп, бастары 3 оқиға деп. Ал біздің мынау Насарнамада келтіретін Садыр шейх, Орынқойлақ аталарымыздың ұрпақтары, тараған ұрпақтары қаншама жылға дейін жаңағы шейх болып, рухани көсемі болып, жүрек көзі ашылған әулие болып, ел халықты бүкіл індеттерінен, айыптарынан құтқарды. Ла илаха иллалла иманымыз бір имандай болмайды ау жиғанымыз. Күн деген әмірге жолыққан соң фаякун енді біздің болғанымыз дейді аталарымыз. Яғни иманның байлығына жететін байлық жоқ. Біз ана елден қалып кеттік, мына елден қалып кеттік дейміз. Ал осы иманның байлығын ұрпақтың жүрегіне сіңіре білген осындай ұлы тұлғалар, шейхтар болған. Шариғат іліміменен адам баласы тек қана өзінің мінін, айыбын көреді. Алайда бірақ тариқат ілімі, мағрифат, ақиқат ілімімен ғана сол індеттерден шариғатпен көрген жаңағы құтыла алады. Енді бұл атамыздың ұрпақтары тек осы өңір ғана емес. Мен қолымызға былтырлар бізге бір насарнама келіп түсті Қырғызстаннан. Сонда насарнамада Садыр Адин шайх атамыздың ұрпағы Әбдімәлік және Данышпан қожа деп келтіреді. Міне сол Садыр шайх Әбдімәлік бабамыздың ұрпақтары жаңағы келіп отырған, бізге насарнаманы табыстап отырған. Қазір мынау Қырғызстанда екен. Олардың түпкі аталары мынау Әбдімәліктен тараған. Оларды жаңағы Касан еліне жіберіпті дейді. Касан елінде көбінесе тәжіктер отырған, сол тәжіктерге барып Яссауи бабамыздың ілімін таратқан. Зулмун шейх Уали деген. Сондай-ақ бұл Садыр шейх атамыздың ұрпағы Данышпан қожа атамыз. Енді насабаларда екі түрлі келіп жатады. Біресе Данышпан Зарнухиты, оны жаңағы Садыр Адин шейх атамыздың ұрпағы дейді. Біріне деректерде оның ұрпағы емес деп келтіреді. Міне сол Садыр шейх атамыздың ұрпағы Данышпан қожаның біз қазір айтамыз, отырарға жіберді. Отырарда қаншама жыл шейхлық қылып Яссауи бабамыздың ілімін таратты деп айтылады. Алайда мынау батыстағы Маңғыстау өңіріндегі ағайындарымыз Әбіш Кекілбаевтың еңбегінде де келеді. Данышпан атамыз бір шоқының басында отырған бір дәруіш келіп Сұлтан Үпі деген әулиені барып зиярат етейік дейді. Сонда тұр Данышпан атамыз шоқыдан, таудан түсіп бара кеттік деген уақытта дейді, тау ыңырсыды дейді. Сонда жаңағы мен де сендермен барайыншы деп жаңағы өтінді дейді. Сонда олай болатын болса, онда саған мініп барамыз деп жаңағы тауға отырып алып, Маңғыстаудың өңіріне Данышпан ата барып Яссауи бабамыздың ілімін таратқан дейді. Ол турасында аталарымыз, мәселен, ешкінің пірі бар, қойдың пірі бар, сиырдың пірі бар. Мәселен, қойдың пірін кім дейміз? Шопан ата дейміз. Сиырдың пірін Зеңгі ата дейміз, ешкінің пірін Сексек ата дейміз, жердің пірін Мір Хайдар дейміз. Сол секілді тау атасы Данышпан деген сөз бар. Міне сол тау атасы Данышпанмен еріп, тау атасы Данышпан көп таулар еріп келген одан алыстан деп келесі сондай жыр жолдары бар. Және сол Данышпан атаның Садыр шейхтің ұрпағы екендігі турасында Маңғыстаудың ойында Данышпан таудың басында Түркістанда оқыған 38 жас бала Данышпанның әкесі Садыр шейх дана деп келетін сондай жолдар бар. Міне жаңа жолда келе жатқанда тағы да естіп қалдым, бұл Данышпан атам Садыр шейхтан тараған ұрпақтар. Тек осы біздің Орта Азияда ғана емес, сондай-ақ Түркияда да барлығы, яғни Данышпан дейтін сондай
атамыздың әулеттерінің барлығын және олардың сондай ел басқарғандығын турасында сол жерде сондай облыс олар ұстан дейтін шығар, сондай әулет барлығы айтылады. Міне сіздер сондай аталардың ұрпақтарымыз. Сондай аталардың шарапатынан біздің елімізде, жұртымызда сондай мәдениет, өркениет қалыптасты. Тіпті мынау біз сөзге тоқтаған, тіпті жас баланың 5-6 жасар жасында билік айтқан аталарымыз білесіздер. Ол деген ол халықтың руханиятының көтерілгенін білдіреді. Тек қана жас баланың ол ілімнің тереңдігінің, ілімдігін, тереңдігін, даналығын білдіріп қана қоймайды. Яғни сондай баланы мойындап, сөзге тоқтап, сөзді тоқтай біл, тауып айтқан сөзге демесін, сөз өтеме көргенсізге деген нәрседен өте қатты қорқатын болған. Яғни туғанынан тартпаған ешқандай, міне сондай мәдениет қалыптасқан. Айта беретін болсақ, оның бәрі көп. Мынау өткізген шараларымыз, игі шараларымыз, беріп отырған садақа дастарханымыз қабыл болсын. Әруақ разы болмайды, тірі баймайды дейді. Ата бабаларымыздың әруағы разы болып, соны шарапатынан еліміз, жеріміз, қасиетті топырағымыз көркейе берсін. Қадірлі ағайын, бүгінгі ғалымдардың баяндамалары бітті. Қазір өздеріңіз біліп көріп отырғандарыңыздай, бірінші ғылыми конференция осы Сәдір атамыздың маңында болып жатқандығымен құнды болатындығы сөзсіз. Бұл алғашқы конференция болмасын, Алла қаласа, бұл тек қана облыстық, екі облыстың арасындағы ғалымдардың келуі болатын болса, алдағы уақытта республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде жалғаса түсетіндігіне күмәнсіз болайық ағайын. Келесі сөзді біз, қадірлі ағайын, осы екі кесенені салуға атсалысқан ауыл азаматтарын және сырттан келген азаматтарды оларға марапат жасау үшін, алғыс айту үшін Түгіскен ауылының үлкен ақсақалы Құлымбетов Елмағанбет ағамызбенен ауылдың имамы Қайыр Сайпназар мырзаларды шақырамыз. Келіңіздер, құттықтаңыздар, марапаттаңыздар, келіңіздер. Құрметті қалайық, құрметті мына екі бабамыздың асына жиналып жатқан қауым. Бүгін бір ерекше күн болып отыр, ерекше уақыт болып отыр. Мына күннің өзі бабалардың әруағына байланысты құбылып керемет болып тұр. Жанға жайлы, отыруға ыңғайлы, демалуға ыңғайлы. Менің миссияма беріліп отқан бүгінгі тіршілік мынау осы бабаны тұрғызуда, осы бабаның кесенесін тұрғызуға барлық жұмылған, барлық өз еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін қызмет жасады. Ешкім қалыс қалған жоқ. Барлығы да марапаттауға, мақтауға тұратын ағайындар барлықтарында. Сондықтан мен өз басым енді азғантай ғана сөз айтып, мынау мақтауы, неғылуды, марапаттауды мына қасымдағы інілеріме берсем деп отырмын. Құрметті ағайын, мынау өзі адам баласын жаратқанда талантты етіп тудыру арқылы жаратушым бір адамға талант беріп, сол талант арқылы басқа тағдырларға әсер етіп, яғни солардың қажетini өтейді. Сол талант мынау қасымызда өзі қайын болғанмен өзінің бір бастауы болады, бастаушысы болады, көшбасшысы болады. Осыдан 1,5 жылдай уақыт бұрын мінекей осындай игі істі біз бастадық. Мына өзі бір ғана таланттың өзі, бір ғана осындай көшбасшының өзі жігіттіктің жанартауына айналады. Адамгершіліктің, азаматтықтың алдаспанына айналады. Бір ғана таланттың өзі соңынан ерген жастардың жігерін жаниды, намысын намыстайды.
және соңынан ерте алады. Менде сондай азаматтардың біреуі әрі бірегейі деп мен бүгін мынау қасында тұрған Тайыр Молланы атағым келіп отыр ағайын. Өзі осыдан 1,5 жылдай уақыт бұрын үйіне ағайынды, елдің үлкен ақсақал, қарасақалдарын жинап, жан-жаққа сауын айтып, сол жерде отырып осы мәселені қозғады. Яғни осы бабаларымыздың басын жаңарту жөнінде әңгімелер қозғалды. Жұрттың барлығы да бірден қолдап алып кетті. Өзі қазақта мынандай тәмсіл бар. Тақыр жерге шөп шықпайды, таста тамыр болмайды дейді. Яғни негізінде бар, түбінде бар, қанында бар. Азамат азаматтығын жасады. Сөйтіп мынандай екі бабамызға үлкен ғимарат тұрғызылды. Көркем, көрікті, еңселі. Мінекей бүгін барлық осы ағайындардың қуанышында шек жоқ. Сондықтан бүгінгі енді осы кесенені тұрғызуға қызмет жасаған жігіттер, мынау Тайыр Молла, оның қасындағы Қамбар деген жігітіміз бар, оның қасында Майлы Қожа деген жігіттеріміз бар. Қасына ертіп алып, біреуі рухани жағынан демеп отырса, біреуі түскен қаржы мүліктердің барлығын уақытында орынша жаратып отырды. Біреуі осы ұсталардың басында тұрып, солармен бірге тіршілік жасап, шіліңгір шілдеде Құдайдың қақаған қысында солардың басында болып, өзі аварияға ұшыраса да солармен бірге жүрді. Мінекей соларға мен осы көпшіліктің атынан рахмет айтқым келеді. Аллам өздеріңе денсаулық берсін, отбасыларына амандық берсін. Бәледен, жәледен, қауіптен, қатерден, тілден, көзден, аурудан, сырқаудан, төхмет, төтен, кездейсоқ қалайдан сақтасын. Яғни осы екі бабамыздың әруағы қолдап, қорғап, жебеп жүре берсін. Осы азаматтар Құдай қаласа әлде талай іс-шаралар өтіп, солардың басы қасында жүріп, сауапты, қайырымды істермен айналыса беріңдер деймін. Дендеріңе саулық берсін, аяқ қолдарыңа Аллам дерт бермесін. Ассалаумағалейкум ағайын достар, асқа жиналған қауым, баршаңызға да Алла разы болсын. Міне Алланың қалауы, одан кейін осы елдің көпшіліктің ықыласымен болатқан тіршілік, баршаңызға білесіздер ғой, 1,5 жылдың ішінде мынандай тіршіліктер бітіп жасау бұл оңайдан оңай болған жоқ, тектен-тек болған жоқ. Алланың қалауы әрі өзінің уақыты келген болу керек. Бізден де бұрынғы бабаларымыз, бізден де бұрынғы ағаларымыз, үлкен көкелеріміз осындай бабаларымыздың басында, үлкен шайқы әулилердің басында кесенені тұрғызуға ешқайсысы ықылас қылмады емес, қылды. Бірақ кетегі сұрапып заман әйтеуір саясат дұрыс болмады ма, қанша ықылас болғанмен де ол кезде рет келмеді ғой. Міне Құдай қаласа сіздер мен біздердің заманында осындай жастардың арқасында көпшілік халықтың алдында былтыр мен биылға осындай екі үлкен Садыршаев бабамыздың және оның немересі Маудана Сайфуллин Оранқойдақ бабамыздың басында үлкен кесенені тұрғызуға сіздер мен біздерге нәсіп болған екен. Бұл да тек емес ағайындар, ата-бабамыздың аруағы әрқайсысымен шылауымыз нәсіп болған болсын. Баршаңызға да рахмет. Әрбір аға, іні, бауыр, келін, әпше, апаларымызға Алла разы болсын. Барлығының да тырнақтап болса да осы үлесі бар. Бабаларымыздың аруағы шылауларда жүрсін. Баршаңызға да рахмет ағайындар. Олардың ұрпағы мен мақтанам, ел жұртының сенімдерін ақтаған, көп іспетті елім мақтан етерлік, мен солардың біразына тоқталам. Қуаныш кернеп кеудені, келдік біз баба басына, осы күнді көп күтті, елеңдеп елім асыға, бастамасымен Тәкеңнің ауқымды істі бітірді, Майлан өзі бас болып, жастарды жиып қасына. Сіңірді еңбек кесенеге көтеріп барлық кірпішін, қайырсыз шығай байларға көрсетті сөйтіп үлгісін. Бас көз болып жүрді жаздай кесененің басында, айта жүрер іс болды, Майлан сенің бұлысың. Еңселі биік бол дерен, кесенесі бабаның, монументі де керемет, жақсы екен Оспан талғамың. Сызбасын сызған кесененің, Пақыриден саған тілерін, 100 жаса мына өмірде құл боп адал Алланың.
кесенеге жол салды, жауапкершілік қолға алып, ол дегенің айта жүрер сауапты іс болданып, Рамат аға ұлдарымен үлкен істі бітірді, кезіндегі жиған терген тәжірибесін қолданып, жақсы істердің жаршысы болып, алғысқа жүріп бөленіп, іс қағазын жүргізген, мол сауапқа кенеліп, қамбар жанның әрбірісі үлгі өнеге жастарға, тура жолға бастайтын біз жастарға сенейік. Бабалар жолын ұстанып, намысты қолдан бермеді, қызмет қылып бабаға жұрт қатарлы теріледі, көтерді бүкіл семетті фундаментке құйылған, атасына рахмет біздің жамбыл ерледі. Аямастан қомақ үлес қосты біздің нәкеңде, бір жылғысын берді әкеліп ақ көңілжан зәкеңде, қалыс қалмады дүржанда сауапты үлкен бұл істен, баба ортақ сенде аталыс тапқанды әкелде. Егемендік алғалы қыран құс көктен самғады, орындалып жатыр бүгін бабалардың арманы. Құлшылық қылып жастарымда асыл дінге бет бұрды, қандай ғажап жастарымның иман жүзі болғаны. Талай мешіт салынды, айқара ашып есігін, азан үнімен нұрланар сәби жатқан бесігін, таңмен тұрып таласа, еңбек етіп тамаша, дөңгелетіп жатыр елім, өзін атқан кәсібін, рухани астанам, киелі ордан мекенім, исі мұсылман мойындаған бұл Түркістан екенін мен мұндалап көрінер, кесенесі бабаның, тарихынан тамыр тартқан көзіндей боп бабаның. Қожа Ахмет бабамыздың сәдір сайы ағасы, ілімді ғой екеуі де даналардың данасы, асыл дінді насихаттап, байтақ елге таратқан бұл кісілер бабамыздың бабасының бабасы. Бізге дейін талай ғасыр уақыт өтті, арада талай нәубет бастан кешті, оны айтпай болама, сонда да елім шүкір етті, бір Аллаға сиініп, бабалардың ілімінен шырақ жарқып санаға. Кесенесі де салынды қойлақыдай бабаның, екеуіне аталысқан әруақ терім жарадың, өлі риза болмай тірі ешқашан байымас, фундаментін көтерген болаттай асыл қабағым. Ауқымды тірлік атқарды айта жүрі мақтанып, мол сауапқа кенелді серік асфальт төсеп жол салып, жаны жайсаң ағалардың атқарған ереністері, ғибрат алар әрдайым жастарға үлгі қолданып. Өткен өтті, енді елімнің болашағын ойлайық, насихатта бабаларды тереңінен толғайық. Бүгін міне ұрпақтары баба басын көркейтіп, күмбезді биік кесене салды, заманына лайық. Нұрын төккен күн болды, мәңгі есте қалатын, сауабы күштес қой бұл, басқалар тәлім алатын, ағайынға мың алғыс. Ауызбіршілік танытқан, Аллам өзі сіздерге нәсіп етсін жаннатын. Пайғамбарда құт көрді ме жасап жатқан бұл істі, өткенде ербол түс көріпті, айта жүрер тым күшті, дәл өгіндей мешіттің төрінде отыр пайғамбар, жан жағында жамағат алқалаған көп кісі. Қуаныштан дүрсті соғып жарыларда жүрегі, бұл ғажапты Алланың аяны лепіледі, сөйтіп жатып кетті оянып, өгінішті қабаттен құлшылық қып Аллаға тыныштық елге тіледі. Берекесін берсін Алла игілікті істердің, көрген түсің асыл екен, бұрын көрген түстердің ұрпағының игістерін көріп әлде қуанып, осы шығар пайғамбардың желеп жебеп жүргені. Құтты болсын ағайын орындалған арманың, ұлан асыр қуанышқа мен жырымды арнадым, жақсы істердің жаршысы болып жүріңіздер әрдайым, мен қалаймын елімнің тату тәтті болғанын. Ой, рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Құдайға шүкір, көптен арман болып жүрген, көптеген ойдан өшпей жүрген тіршіліктеріміздің бүгін үлкен бір қырге сағаланып, үлкен қуанышқа еге болып жатырмыз. Сәдіра Қожа Ахмет Яссауи баба менен Сәдіра Қойдық ата бабалардың ұрпақтары, осыған қатысып жатқан Әжветәлі бабамыздың ұрпақтары, бәріңізге құтты болсын айналайын. Осы үлкен жаңа бастама әруақта қарап, өркен жая берсін. Кешеге тарыдай шашылып, ағайынның қайда екенін, бабаның қайда екенін білмей есіміз барып жүрген замандарды бастан өткізді қой. Міне шүкір Құдайға, кең дастарханның басында өткен бабалардан еске алып, қаншалықты нәрсені еске түсіп, көңіліміз босап жатыр. Қуанышқа бөленіп жатырмыз айналайын. Жаңа айтып жатқан ізгілікті, тілекті азаматтардың бәрінікі де өте орынды, ешқандай нер жоқ.
шамалы кішкене аздап мынау қоғамның жағдайына байланысты кішкене қиыншылық жағдай болып жатыр. Құдай қаласа алла да осыны ескеріп ар жағынан кеңшілік болып қазақ халқының ислам дінінің кең өріс алып қазақ халқының кең өріс алып еңсесін көтеретін замандарда болатын шығар деген үмітіміз бар. Шүкір Құдайға жаңағы тілімізге еге бола алмай, салт санамызға басқамызға еге бола алмай, қаншалықты қиындықты басқа өткізіп жатқанмен артында үлкен бір тілеу бардай, тілегіміз бар. Алла талап Құдай қаласа қабыл етер біздің ниетімізді. Ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Осыны бастап, осыған ынтымақпенен баста біріктіріп істеп жатқан үлкен ынтымақты игілікті жұмыстарыңыз айналайын. Басқаларға да үлгілі бара берсін. Өсіңдер, өніңдер, жаманшылық көрмеңдер айналайын. Алланың мейірімінде, Алланың рахмында болыңдар. Ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Садақаларың қабыл болсын. Бабаға мұражайына естекке мына мыңға тарта әулие бар мына кітаптың ішінде. Осыны соны мұражайына бергім келеді. Кім алады осыны? Осының ішінде бабалардың бәрі бар. Өзі мыңға тарта әулиелер осының ішінде. Сонымен жаңағы мұражайға бабаның мұражайына берейін деп алмай. Кім қабылдайды мұнаны? Ой, бәрекелді таға. Құрметті жамағат, уақыттың тарлау болуына мен де 5-6 минуттық баяндама жасап келіп едім, оны қысқартып отырмын. Бірақ айтатыным, бір нәрсені қосу керек. Жаңа Ермахан бауырым Тайырдың әңгімесін айтып кетті ғой. Тайырдың еңбегі өз алдына, Құдай қаласа оның атасы Баймен молланың, Сайыпназар Мақсымның, Махаматханның бізбен бірге жүргеніне куә болатын осының ішінде азаматтар бар. Солардың аруағына арнап Құран оқылғанда айтуын сұраймын. Элхамдулиллахи раббил аламин. Алла аманшылығын берсін, тыныштығын берсін. Bir Allah қолдасын, әулиелер, bir Allah оңғарсын, әулиелер қолдасын. Құдай қаласа Қыдыр алейхиссалам жолдастарың болсын. Құдай қаласа мынау салынған үлкен 2 мешіттің сауабы бүкіл елге, бүкіл халыққа жұмысты бола берсін, қамқорлық бола берсін. Алла барлығыңызға жақсылық тілерсін, ақ жол болсын. Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل إنك السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تلاوة القرآن صلوات إيمان وخشوع لخالق الرحمن إشمش طعام وخلمش قرآن صواب وشرد جاتقان كلمة مسلمانların ruhi şerifine hususan Sadır babamızın, Sadır Şeyh babamızın ruhi şerifine, Koylakı babamızın ruhi şerifine Allah'da rahmat, Peygamber şefaat eylep Jatkan yerlerin caylı kılıp cennet nasip eylesin. Ya Rabbi, osu babalarımızga arnap bergen hayır, ihsan, sadakalarınızda Allah dergahında kabul kılsın. Buna iki keselerinin turguzluğuna yengdek jasagan barşa bavurlarımızın Allah kadamlarına bereke, denlerine sağlık, otbaslarına ıntımak, kasiplerine bereke versin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ötkenlerdi hurmet görsetip, osunday ağızbirçilikte, жақсылықта, бейбітшілік, жақсы заманда жүруді нәсіп қылсын. Аллаху Ekber.